Кездеспегелі көп болды. Сені мұнда қандай жел айдап келді? Қалжыңды қой беріп. Саған бір мәселемен келдім. Әрине, сені мұнда менің жағдайым сұрап келмегенің белгілі ғой. Иә, қандай шаруа айта бер. Беріп. Ұзын сөздің қысқасы былай. Менің жолымды кесіп жүрген бір адам бар. Соны орнына қою керек. Ол күн болды екен сенің жемтігіңе таласып жүрген, а? Қысқасы былай. Аның ішінде барлық мағлұматтар бар. Танысып шығарсың. Оның өлтірудің қажеті жоқ. Тек сенің жұмысың қорқытып бизнесін тартып алу. Сол ғана. Не деген қатыгездік десеңші? Осындайды жаным сүйеді. Так. Одан маған қандай пайда? 50-50. Туф. 50-50 деймісің е? Сен негізі Ромарчансың, сен оның өзің білмейсің. Жарайды, келістік. Шешілмейтін түйген жоқ, шешеміз. Ойымдамасам болады. Бірдеңе ішесің бе? Ішсек. Кіре бер. Асеке, адамдар жиналды. Бәрі келіп болды ма? Иә, сізді күтіп отыр. Болып қалдым. Жүріңіз. Қалай? Барлығы жиналды ма? Иә, барлығы жиналды. Сізді күтіп отыр. Рейш апа бар ма? Келді. Болды, опас. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі күні біздер Атырау-Астрахань автомобиль жолының құрылысын салу жобасымен тендерден ұтып алғаныңызды баршаңызға ризашылықпен жолдап отырмын. Ал, құтты болсын баршамызға. Бүгінгі күні біздің Атырау халқы үшін, жалпы республикамыз үшін маңызы зор екенін ескере отырып, біздің мақсатымыз уақытылы бастап, абыроймен аяқтау. Енді қалған әріптестер, сіздердің көкейде жүрген қандай ойларыңыз бар, ортаға салып отыруға рұқсат. Рүстем мырза, техника жағы қалай болып жатыр? Техника жағы біздер қазір 20 техника таптық. 20 техниканы қазір Камацу компаниясы әкеледі. Солар біздер соларға тапсырыс беріп қойдық, солар әкеледі. Сервис жағын Бамак компаниясына бердік. Солар қарап жөндейді. Тағы қандай ұсыныстар бар? Гүлайша ханым, сіздің ойыңыз қандай? Енді бұл жерде өндірістік бөлімге басты назар аудару керек. Өндірістік бөлімге кіретін жаңағы ең бірінші жобаның жұмысымен толықтай танысып, сосын объекттің басына көшу жұмыстары ұйымдастыру. Жұмыс басында ұйымдастыру бағытында Басты ұйымдастыру мәселесі тапсырма беріп, материалдық техниканы Техника келіп жатыр. Сол жерге қазір 20 техника жұмылдырды. Асфальт платчигі бар, басқасы да бар, техникалар.
сол жерде келіп жетті. Көп рахмет Гүлайша ханым, отыруға рұқсат. Ал енді құрметті әріптестер, баршаңызға сәттілік тілеймін. Осындай үлкен жобамызды қоян қолтық, ауызбірлікшілік танытып, үлкен белестерді бағындырайық деген үміттемін. Баршаңызға көп рахмет. Бүгінше жиналысымыз аяқталды. Амандықта болайық. Алло. Алло, әке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, балам, амансың ба? Я, жақсымыз, әке. Мен сіздің үмітіңізді ақтадым. Мен чемпион болдым. Ой, бәрекелді балам. Жарайсың. Саған ардаған сыйлығым бар. Қандай сыйлық ол? Телефон алып берем саған. Рахмет, әке. Жақсы. Міне, мен әлім. Керемет. Ешқай жерде ауырған жоқ па? Жоқ. Жақсы ма бәрі? Жоқ. Кеттік жүр. Әкеңе барып мақтанамыз, Ешкі. Ұлым ғой. Чемпион атанып жатыр. О, құтты болсын Асеке. Жүрмейміз. Жуу барлығы болады ғой. Қазір кофе алдыртап. Болды. Асеке, менде бір мәселе болып тұрады. Қазір, бір минут. Ассалаумағалейкум Асеке. Уағалейкум ассалам. Бауырым, амансыңдар ма? Хабарсыз кеттің ғой. Бармын, тұрмын. Асеке, жүрмін ғой сол бая тілекпен. Ал жаңа қоныс құтты болға, іші жанға толсын. Рахмет, бауырым, рахмет. Келсеңші үйге, шай ішейік. Рахмет Асеке, өзім кейін кіріп шығармын. Керісінше мен сіздерді қонаққа шақырам ба деп едім. Ненің құрметіне? Сол мейрамхананың ашылуынан кейін бас қоспадық қой. Соған орай бүгін кешке барша достардың бастарын қосам ба деп едім. Жеңгелеріңді ертіп келерсің деген үміттемін. Жарайды, бауырым. Міндетті түрде барамыз. Бұйырса. Кездескенше аман болайық. Хорошо, жақсы. Қайрат қо. Кешке қонаққа шақырып жатыр. Баруымыз керек. Болды, барсақ барайық. Бармасақ болмайды, ұят болады. Әрине, шақырған жерден қалма деген барамыз ғой. Үйде жеңгелер барып кетеміз бе? Тек арумен барамыз бүгінше. Болды. Кеттік, оқтыңыз. Ал қош келіп отырсыздар. Құрманғазы мен Атыраудың жолы не болды? Естідіңіз бе? Сол баяғысы. Қызықты жас кездегі ана бір қызықты кездер ғой, білесің бе? Баяғы Қарекен өзгерген. Ресторан ашып жатыр. Сәке бір керемет анекдоттарыңнан жіберсейші осы бір. Қатыратын едің осы орталарымыз бүгінде. Ой, сол анекдотты да мен де қойдым, ау Қарекен сияқты. Қарекен, көп сөйлемейтін болыпсыз ғой?
еркектерге серьезно болған жарасат дейді ғой. Ресторан ашқаннан кейін өзгерді. Енді өмір өзгертеді ғой адам. Ес. Жас болдық. Қазір кішкене қатайық деген сияқты. Ақыл тоқтаттық деп қоясың ғой. Дұрыс енді бәрі енді жол-жолымен ғой. Мына хан сарайындай рестораныңыз құтты болсын. Керемет екен. Жақсы соған. Көп тойлар болсын осында. Айтпаңыз келсін. Қандай тамаша. Халықтың игілігіне дейсіз. Солай ғой, әрине. Табысты бол. Осы Асекердің арқасында ғой осы Асекен ондай мақтағанды жаратпайтын жігіт қой негізі, а? Өте простой ғой осы. Отырған. Ай, бірақ мен шаруаны бітірмей жүрмін. Бір талай шаруа тапсырдым бар. Сондайыңыз бар ол ортасында. Құрметті мен достарым, алтындай уақыттарыңызды бөліп, осы кешке келгендеріңізге рахмет. Осы мейрамхананың басталу бері көп қолым тимей кетті. Сөздің шыны достарыма және өзіме де көңіл бөлуден келдім. Сол айыбымды жуып шаю үшін сіздердің бастарын қосып жатқан жайым ғой. Осы кәсіпті бастауына көп септігін тигізген Асеке, сізге ерекше алғысымды білдіремін. Ештеңе етпейді. Қолдан келген көмегім ғой. Рахмет айтудың керек жоқ. Дегенмен де рахмет Асеке. Осы отырысты пайдаланып отырып, бір құпиямен бөліссем бе дедім. Ол қандай құпия? Ресторанды бізге тастап өзің бір жаққа көшіп кетпейсің ба? Жоқ, бүгінгі күн мен үшін ерекше болғалы тұр. Сол ерекше күнді сіздермен бөліскен жөн көрдім. Ой, енді жұмбақтамай айтсаңшы, өлсекті біліп өлейік те. Жарайды, айтсам айтайын. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан дейді қазақта. Отбасы құрам ба деген ниеттемін. Басшылардың көзінше жансаяның қолын сұрасам ба деп едім. Жансая, менің болашақ жарым боласың. Жауап бермейді. Себебі шексіздік есептелмейді. Ендеше жігіттер мен қыздар, осы отырысты мен басқарайын. Ал соғықты сусындарымызды шықпайық. Жастар бақытты болыңыздар. Қалдырма мені сөнген сезімді қайта өткер менімен қайта айтпақин деп сайталарда ол қайтады бірақ қашықтық сенде болған сезімдерді қашырды бірақ кімде кінә мұнда жүрек күмәнді жүрек ауырады сірә ғашықпын Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Столға заказ жетіп едіңіздер. Басшың қайда? Бар. Шақыр. Кешірерсіз, күте тұрмыз. Русик, достарың нағыз жігіттер екен. Біреуі уже қызына предложение жасап жатыр. Маған қашан жасайсың? Жду. Асқар, осы сенің бірінші әйелің қайда? Кешірерсіз, сізге кісі келіп тұр. Жарайды. Бір минутқа Асеке. Не болып жігіттер, тыныштық па? Бауырым, сенімен бір сөйлесу керек болып тұр. Жүрші екеуміз сөйлесіп қайтайық. Жүр кабинетіне сөйлесіп қайтайық.
Сен қал, кетіп жүр. Жарайсың, Бауырым, ресторан керемет екен, құтты болсын. рахмет. Жұмысың қалай? Аллаға шүкір. Жүріп отыр. Бір нәрсе ішесіңдер ме? Я, ішеміз. Не ішесіңдер? Біз қан ішеміз. Түсінбедім. Қысқасы бұлай. Сен мына ресторанында бізге өткізесің. Егер болмаса біз сенмен басқаша сөйлесеміз. Тыныштық па жігіттер? Сіздердің бастарыңыз істей ме? Кішкентай баланың ойыншығын сұрағандай болдыңдар ғой. Сен жай айтқан түсінбейсің ба? Әлде кеңірдегіңді жұлып алайын ба? Иттің баласы. Мен саған 10 секунд берем. Табаның жалтыратты. Жарайды. Айтпақшы, Берікке сәлем айт. Жөніне жүрсін. Қайрат, бәрі дұрыс па? Дұрыс. Қонақтар күтіп қалды. Долбоёб, бля. Стивен, братан! Сюда! Қазір. Алло, Бәке. Тыңдап тұрмын. Бәке, бізде сізге жаңа хабарымыз бар. Не болды? Асқар деген сүмелек жолымызды қиды. Тапсырған істі аяғына дейін аяқтай алмайсыңдар сендер. Күтіңдер, қазір барам. Жарайды, біз осы жақтан өтеміз. Қайдан олар? Мына жақта.
Ару. Жағдай қалай екен? Давление 70-50. Кеселік қосында. Қазір реаниматорға дайын тұрсыншы. Ножевое ранение. Ару. Жағдай қалай екен, қыздар? Қаңғысымы қалай? Ару, есің жейші. Ару, есің жейші. Ару, бізді қалдырмашы өтінем. Ару, сенің кішкентайыңда. Қызы, жағдайы қалай? Өтінем. Тез өтіңдер. Ару. Реаниматорға қойыңдар. Қыздар, өтінем. Ару. Сені жауап. Әбден басым атты. Ару, есің жейші. Ару, оларыңды көрсетем. Сені маған тәңірдің өзі сыйлаған, сен жыласаң жүрегім бірге жылаған. Бір сәт өзіңді көрмесем, жарығым жүрегім менің кеудеме сыймаған. Мені сізге тәңірдің өзі сыйлаған, сізсіз мына жалғанға мен де сыймағам. Менің жүрегім бақытқа кенелді, мың шүкір тәңірге сізді маған сыйлаған. Тыныш, өмір жатыр бізді сынап, жүрегім бұл сынап. Қалмайық сүрініп құлап. Тыныш, өмір жатыр бізді сынап, екеуміз бір болсақ. Асқар, Ару қайда? Ота бөлмесінде. Ота жасап жатыр. Дәрігер, науқастың жағдайлары қалай екен? Ота аяқталды қазір. Екі науқастың халі жақсы. Өкінішке орай бір науқасымызды аман алып қалмадық.
Сен ешкімге бермеймін, сұрамасын жанымның мұнарасын. Қолыңыздан келген асыл. Тәңірдің өзі берген. Дәрігер, ішке кірсек бола ма? Өтініш, екі науқасты көрсек бола ма? Рұқсат етіңіз. Жарайды, бірақ тек мазасын алмайық. Жарай ма? Жарайды. Бізге не болып кетті Асқар? Осының бәріне сен кінәлісің. Сол күні сол қадамға бармағанда бұның бәрі де болмас еді. Сабыр ет жаңа. Тек Алладан осы күнәміз үшін, Алла, арудың аман қалған тілеуіміз қалды, басқа ештеңе емес. Бұл оңбағандарды табам қалады. Асқар, бір адамнан күдіктенемін. Сөзді қысқарт. Аруға қара одан. Мен қайрат барып келемін. Дәрігер. Бір қарындасыма ие болмасаң дейсің, еркек болмышсың. Жалғауға жұдырық болма, Хасан. Аруға шын жаның ашса, ол иттер топ беруге көмектес маған. Олма оратылма. Не болды? Бәрі дұрыс. Ару тілі қалсын деп тіле. Ару қайда? Үшінші ташыптан шығатыда. Амансыңдар ма? Не болды? Сізді мен сізді шақырған себебім, мен осы оқиғаға байланысты күдікті адамды білетін сияқтымын. Кім ол? Мекен-жайы бар ма? Мекен-жайын білем. Микрорайон Алмагүл, 24-ші үй, 2-ші подъезд, бірақ нешінші қатар екенін білмеймін. Жарайды. Бірден етіп тауып аларсыздар деп ойлаймын. Жарайды, рахмет. Ару. Қарындасым. Сен мықтысың, қарындасым. Күшіңді жинап, арамызға қосыл. Уәде берем, Ару. Осыны істеген жігіттерді қалай да табам. Олар өкінетін болады мына өмірге келгеніне. Соғып кет.
Қайратқа қастандық жасамақшы. Кімдер? Ұстай алмай қалдым. Кім болуы мүмкін? Білуімше Беріктің адамдары. Ұстасаң сазайын берем. Кеттік үйге. Хасан, ана арылдатқан жігіт. Некелерін алмау керек дейді. 24-ші үй. Сонда бар тауы керек сол жігіт. Бұл мәселені әкемізге айтамыз ба? Жоқ, әкемізге айтпаймыз. Бұл сұрақты өзіміз шешеміз. Ол кісіні мазалап береміз. Сондықтан өзің бар да өзің шеш. Болды, қозғалдым онда. Evet. Ашись. Милс, қалай, объект тыныш па? Бака, тыныш, бә, тыныш. Хорошо, хорошо. Марстар. Жүрек, шайың бар, дайын ба? Қазір. Жаным, сонымен қашан демалатын болдық? Не шешіміз? Біріккен Араб Эмираттарына бардық, Дубайға. Енді мен Түркияға барғым келіп тұр. Түркияға? Иә. Барсақ бар. Бірақ мынандай күйінде қала береміз. Сен бірінші босанып аман есен баланы қолыңа алу, сонан барсақ кетеді. Сол дұрыс болар. Жақсы. Шол. Балапан, ало. Соңында іші болшы. Жаным, мен дейтін шайынып келейін, я кішкене. Балаға қарап қойшы. Хорошо. Арслан, еду соңыншы.
Асқар, тоқта. Бірге барамыз. Сіз араласпай-ақ қойыңыз. Бұл менің шаруам. Жоқ. Асқар, ару менің қарындасым. Білесің, қарындасымыз біз үшін өте қымбат екен. Түсінемін сені, Бәке. Бұл сенің қарындасың болды. Ал қазір менің некелі жарым. Менің мойнымдағы аманат. Менің жарыма оқ атты олар. Олардың сазайын өзім ақ беремін. Араласпаңыз. О, Асқар, сенің келетініңді білгем. Қайтарма ойын бар ма не? Ойынды шашып тастаймын қазір. Сен мені ата алмайсың. Өйткені сен еркек емес, иесің. Менің оң қолына кім екенін айтайын ба? Сенің жан досың Рүстем. Картаға шақырғанда сол сені Рүстем. Кезінде Арумен таныстырып, әкесінің үйіне Анарды әкелгендегім Рүстем. Қайратты өлтірмекші болып, жолын озған кім? Тағы да Рүстем. Сен менің күшті ойыншығым бол, Асқар. Охраналар қайда? Ешкім көрінбейді. Бәке іштеме екен? Воротын жаппаған. Мынау кім тағы? Таста тапаншаңды. Асқар
тоқта. Асқар, тоқташы, баланы шошытып аламыз, Асқар. Оңаша шығып сөйлесейікші сыртқа. Ей, сен адамдардың тыныштығын бұзады, осы неге ойнамадың? Әлде оған миың жетпеді ме? Әлде өзің біреуге жасаған жамандығың өзің жақсылық болып келеді деп ойладың ба? Олай ойласаң қатты қателескен. Жыламашы балам. Арыстан, жылама. Неге жылайсың, Арыстан? Арыстан деймісің? Өзгелерге ақырған арыстандайсың. Ал өзіңе келгенде мияулаған мысықтай екенсің. Есіңде болсын керек. Мысықтан ешқашан арыстан шықпайды. Әйел бала шағаңның обалында қалмай-ақ қояйын. Арыстан, держись. Қалай Асқар, бәрі үйлесті ма? Уайымдама Бәке. Беріктің сазайын өзіме ақ бердім. Болды онда, кеттік. Кеттік. Ит. Не? Ұсталмын деп ойладың ба? Арудың не жазы бар? Тимек берші. Ақымақ. Ей! Хасан! Доғар. Керек емес. Араласпасқа. Керек емес. Асқар, сен дұрыс Рүстем, түсінбедің. маған не жасадың? Ештеңе. Сен көксеген мына дүние ма? Міне. Асқар. Түкіргенім бар саған. Қалайсың, Асқар? Асқар, мен айыптымын, білем. Осы уақытқа дейін қаншама адамның жолын кестім. Қаншама адамға қиянат жасадым саған және отбасыңа. Сен сонда да оқ атпадың. Сен нағыз еркек екенсің, Асқар. Мен осы жеріңе риза болдым. Асқар, кешір. Әрине, егер кешір алсаң.
Так, Берік Рахатович, ішкі істер органдары криминалдық басқарма жедел уәкілі майор Талап. Сендердің келетіндерін біліп едім. Өзіңнің жалпы қылмыстық іс-әрекеттеріңді толығымен біліп тұрсың ғой. Көліктен түс. Өмір өзен деген рас екен. Адамның басы Алланың добы екеніне көзім жетті. Қайда айдаса, сонда баратынымыз хақ. Алайда маған жарық дүниенің есігін ашуға себеп болған алтын құрсақты анамды қанша ренжіттім. Алланың аманаты болған жан-жарыма талай қиянат жасадым. Балаларыма қандай тәрбие бердім. Жоқ. Өмірім текке өтіп жатырған сезгендеймін. Уақыттың емдемейтін жарасы жоқ деген. Я Алла, кешір мені. Қазақтың жігіттері, шаңырағымызды, жанұямызды айрандай ойытып, уықтай тіреп, біздер мықты болайықшы. Ендігі өмірімді ойран етуіме жол жоқ.